fuck up, brothers got me hacked up. Baby, you're a lucky duck, she got a lot of matches. Baby girl is hacked up, baby, you gon' keep it in a peanut. We don't trust them. I'm a motherfucking mud point. So don't know one thing about me. No, I got my boots, I'm a motherfucking ball. I won't leave with you, I'm gonna pull off on the shorty. She just ran my finger, I'ma work with that. Барлығына сәлем. Біз бүгін 24 қаңтар Гуанчжоуға трип жасап жатырмыз. Бүгін сенбі, яғни Шерзод бауырымыз екеуміз. Шерзод ол тажикстандық өзбек бауырымыз. Біз бірге Гуанчжоуға трип жасайық деп келісіп едік. Біраз болды бара алмай жүргенімізге. Енді біз осы бүгінге бұйырыпты сол трипіміз. Сол біз Шыңжеңнен отырдық. Гонконгтан Шыңжеңге келдік. Шыңжеңнен пойызға отырдық. Мынау high speed жоғары жылдамдықпен жүретін не екен пойыз екен. Осыған отырып көрдік. Негізі пойыз өте іші күшті, керемет. Маған ұнап отыр. How the train looks like. Біздің пойыз осылай көрінеді, в общем, осындай бір сетте отыр. Мына жерде там ағаштар. Жаңа күшті бір зданиялардан өтіп кеттік ше. Негізі түсіріп үлгермей қалдым. Мынау поезд вообще crazy кетіп бара жатыр. Өйткені 159 км/сағатпен кетіп жатыр. Сұмдық әңгіме ғой бұл деген. Балалар, камон. Короче, біз түстік Гуанчжоудан кішігірім ұйықтап алып, жолда бір сағаттай жүрдік ау деймін, Біз енді бірден обедке тамақ ішуге барадық. Өзбекский плов. Ой, самса жеп, плов ішпейміз ба? Шашлык жеп. Шашлык жеп, плов жемейміз ба? Now we are heading to have some food and let's explore the city then, huh? It's not that cold, around 18 Celsius. Now Muslim halal food дейді ғой. Uzbek flag is over there. Oh, it's already there. We've already come. We should visit this place first. Oh, this is bazaar, bro. Мына біз ұлдар жағына шықтық. 3-ші қабат ұлдар жағы дейді. Man, look at this man. Man is like in Guangzhou but cannot feel it, man. He's now wanna go to the restaurant and eat all the food here. Ey, assalamu alaikum. Қойке қандайсыздар? Нағылы жүрмесен болмайды. О, пәтір! Пәтір нан бар екен ғой? Ой, бай, немене бәлем мынау автотұрақ? Парковка? Мынау енді шокинг болып жатыр маған. Өйткені мына слишком ғой, ё-мо. Қазақстан, не Қазақстан әйтеуір бәрі. Бүкіл карголар осы жерде айтма тәсінеледі. Осы бір өзбекский ресторанға келдік. Біз ой манты жемегелі, мұндай қайнатпа сорпа ішпегелі, мұндай оригинал плов жемегелі біраз болды. Біраз уақыттар өтті, 5 ай өтті ғой, әтәсінеледі. Йо, самсаң қараңдар. Orada ettiğimiz kardan da sana pay veririz. Біз Гуанчжоудың мешітіне келе жатырмыз. Мешітіне бара жатқан жолда осындай күшті паркі бар екен. Мопед деген көп екен. Слишком көп, Алматыдан даже көп. Сондықтан жүру кішігірім қауіптірек. Мұнда жүрген жаяу жүргінші адамға сәл қиын, соғылып қалуы мүмкін өткен. Слишком біртүрлі айдайды адамдар. Мопедті жалпы машинаны да, жол ережесіне қатты бағынбайды.
нәрсе алу керек. Мен бірақ бағана ше жилетканы аламын ау. Бір 200-ге. Тағы бір кішкене бір қайта 180-ге түсіріп алу керек. Мына уже не Африка болып кетті ғой балалар. Көрсеміз, бірақ айырып алады сияқты дәу қойшы. Мына қатындармен төбелесең жеп қояды сияқты қойшы. Ойбай, өлетін болдық қойшы. 3 адам болып бір мотоға отырып кетіп баратыр. Қалай болады, не болады енді? Индия болып отыр мына кәдімгі да. Бір мотоға 4 адам машина қысап отырып алды аналарда. Yeah, this is called experience, bro. Мына кісі ауыр айдайды екен, әтәсін ай. Оқып ау расымен, оқып ау праваны. Мен келдім. Baka. Where are we going? The place name? Canton Tower. Canton Tower дейді. Canton Tower дейтін жерге барадыр, қашасын әлет. Тема болып отыр. Андай клип романтический, де. Love story. Давай, Ширзотака, love story. Давай, Дима. Это их было 3 лучших друга. Бүгін бізде 2-ші күн Гуанчжоу трипіміздің. Біз негізі кеше целый день базар аралаумен өткізіп едік. Бүгінде осы сағат қанша кеш болып отыр, уже сағат 4-тен өтті ғой, 4:30-дан өтті. Бүгінде 4:30-ға дейін жаңағы базарда жүріп, маркетте жүріп киім көріппіз ғой. Короче, Шерзодака екеуміздің бір қызық жерімізді. Негізі көбінесе ағылшынша сөйлейміз. Ағылшынша болмай баратса, орысша қосып жібереміз. Орысша болмай баратса, қазақша сөйлейміз. Либо бұл өзбекше сөйлейді. Сөйтіп түсінісеміз да бір-бірімізді. Әйтпесе екеуміздің де орысшамыз нашар да. Сол үшін ағылшынша сөйлесеміз. Қасымыздағы адамдар қарап, қуама деген сияқты қалып отырды. Кеше ресторанда ше. Өйткені екі типа не отыр? Центральный Азияның 2 түріктің нациясынан келген балалар отырды. Бір-бірімен ағылшынша сөйлесіп отыр деп отырды. Орысша емес. Сондықтан қалып отыр.
біз енді соңғы қайтатын кезде ұйғырск ресторанға келдік. В общем, біз енді Гуанчжоудан қайтып бара жатырмыз. Кешкі сағат уже 9-дан асып кетті. Біз 2 күн жүріппіз Гуанчжоуда. Көп уақытымызды базарда өткіздік. Енді біз мына фест классқа не алдық да, билет алдық. Пойызға өте күшті, негізі ұнап отыр. Отырып барасың. Шырзадака is also tired. Мынау пойыз бір 180 км/сағатпен келе жатыр ғой, осы келе жатқан кезде. Дым да сезілмейді.